Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 55-ші сабағымызды бастаймыз. Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу. Ерте заманда қазақ халқы ауданды қалай өлшеген? Тіктөртбұрыштың және шаршының ауданын есептеуді үйренесің. Бірінші есеп. Ертеде көшпелі халық киіз үйдің егістік, жайылым және шабындық жерлердің ауданын жиі өлшеген. Олар мынадай өлшеу түрлерін қолданған: алақандай, алақанның ауданындай, үйдің орнындай, киіз үй орнының ауданындай. Бір парақ қағаздың, партаның, орындықтың ауданын алақаныңмен өлшеп көр. Екінші есеп. Фигураның ауданын торкөз бойынша қалай табу керектігін есіне түсір. Нұсқасы: қатар бойынша сана. Шаршыда қанша қатар бар? Әрбір қатарда қанша торкөз бар? Шаршының ауданы қаншаға тең? Бізде шаршыда 1, 2, 3, 4 қатар бар. Жазамыз. Шаршыда 4 қатар бар. Әр қатарда 4 торкөз бар. Мінекей. 1, 2, 3, 4. Әрбір қатарда 4 торкөз бар. Шаршының ауданы 16 торкөзге тең. Санайық. Мінекей 4-ті 4-ке көбейткенде 16 шығады. Олай болса, шаршының ауданы 16 торкөзге тең. Келесі. Нұсқасы: шаршының қабырғаларын сантиметрмен өлшеп, оның ауданын тап, қорытынды жаса. Бұл жерде бізде қабырғасы 2 сантиметрге тең. 2 сантиметрді 2 сантиметрге көбейткенде 4 квадрат сантиметр шығады. Шаршының ауданын табу үшін екі қабырғасының ұзындықтарын көбейтеміз. Ауданның өлшемділіктері: 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат болады, 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат болады. Үшінші есеп. Ережені толықтыр. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін оның ұзындығын еніне көбейту керек. Мінекей формуласы жазылған. Ауданын табу үшін, тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейту керек. Төртінші есеп. Тіктөртбұрыштың қабырғаларын өлше. Олардың ауданын әртүрлі тәсілмен тап. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 5 сантиметрге тең, ал ені 2 сантиметрге тең. Енді біздер бірінші аудан табу үшін ұзындығын еніне көбейтіп көрейік. Мінекей, аудан табу формуласын жазып қоямыз. А көбейту Б. Одан кейін 5 сантиметрді 2 сантиметрге көбейткенде 10 сантиметр квадрат шығады. Ал нұсқасында біздер енін ұзындығына көбейтеміз. Сонда деген формуласын жазып қоямыз. Мінекей, 2 сантиметрді 5 сантиметрге көбейткенде 10 сантиметр квадрат шығады. Бесінші есеп. Ауданның өлшем бірліктерінің кестесін пайдалан. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 6 дециметр квадратта 600 сантиметр квадрат болады. 6 метр квадратта 600 дециметр квадрат болады. 3 метр квадратта 300 дециметр квадрат болады. 3 дециметр квадратта 300 сантиметр квадрат болады. 5 дециметр квадратта 500 сантиметр квадрат болады. 5 метр квадратта 500 дециметр квадрат болады. Алтыншы есеп. Тіктөртбұрыштың белгісіз қабырғасын қалай табуға болады? Бірінші фигура. Ұзындығы 5 сантиметр, ауданы 15 сантиметр квадрат, енін табу керек. Енін табу үшін ауданның ұзындығына бөлеміз. Сонда 15 сантиметр квадратты 5 сантиметрге бөлгенде 3 сантиметр шығады. Олай болса жауабы тіктөртбұрыштың ені 3 сантиметрге тең. Екінші фигура. Бұл жерде ені 4 сантиметрге тең, ауданы 24 сантиметр квадрат, бізге ұзындығын табу керек. Ұзындығын табу үшін ауданын еніне бөлеміз. 24 сантиметр квадратты 4 сантиметрге бөлгенде 6 сантиметр шығады. Жауабы тіктөртбұрыштың ұзындығы 6 сантиметрге тең. Жетінші есеп. Есептерді шығар. Нұсқасы: жылыжайда тіктөртбұрыш және шаршы пішінді атсыздар жасалды. Жылыжайдағы тіктөртбұрыш пішінді атсыздың ұзындығы 6 метр, ені 4 метр. Ал шаршы пішінді атсыздың ұзындығы 5 метр. Қай атсыздың ауданы үлкен және қаншаға үлкен? Ұзындығы 6 метрге тең және ені 4 метрге тең. Шаршы пішінді атсыздың ұзындығы 5 метрге тең. Тіктөртбұрыш пішінді атсыздың ауданын табу керек. Шаршы пішінді атсыздың ауданын табу керек және қайсысы үлкен екенін табуымыз керек. Шешуі: тіктөртбұрыш пішінді атсыздың ауданын табу үшін 6 метрді 4 метрге көбейтеміз, ол бізде 24 метр квадрат шығады. Ал шаршы пішінді атсыздың ауданын табу үшін 5 метрді 5 метрге көбейтеміз, ол бізде 25 метр квадрат шығады. 25 метр квадраттан 24 метр квадрат айтқанда 1 метр квадрат шығады. Олай болса жауабы шаршы пішінді атсыздың ауданы тіктөртбұрыш пішінді атсыздың ауданынан 1 метр квадратқа артық. Нұсқасы: жылыжайдағы қияр егуге арналған жердің ауданы 12 метр квадрат. Оның ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін? Жазамыз. Ауданы 12 метр квадрат, ұзындығы мен енін табуымыз керек. Енді бізде ұзындығы мен ені, мысалы,
12 метр мен 1 метр болуы мүмкін. 4 метр мен 3 метр болуы мүмкін, немесе 6 метр мен 2 метр болуы мүмкін. Яғни бұл жерде ұзындығы мен ені көбейткенде 12 метр квадрат шығатындай болу керек. Олай болса жауабы, оның ұзындығы мен ені 12 метр және 1 метр, 4 метр және 3 метр, 6 метр және 2 метр болуы мүмкін. Өрнектерді салыстыр. 450 азайтылған 50 және 450 азайтылған 400. 450-ден 50-ді азайтқанда 400 шығады, 450-ден 400 азайтқанда 50 шығады. Олай болса, 450-ден артық болады. 678 азайтылған А және 786 азайтылған А. Екі өрнекте де бірдей санды азайтып тұрмыз, екі жағынан да А-ны азайтып тұрмыз. Олай болса, қай сан үлкен, сол жағы үлкен болады. Олай болса, бірінші өрнегіміз екінші өрнектен кем болады. Мыңнан 400 азайтқанда 600 шығады, мыңнан 6 азайтқанда 994 шығады. Олай болса, 600 994-тен кем болады. 120 қосылған 90 және 340 азайтылған 50. 120-ға 90 қосқанда 210 шығады, 340-тан 50-ді азайтқанда 290 шығады. 210 290-дан кем болады. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.